Ал достар, Чемпиондар лигасының жеребесі тартылды. Реал Сити, Ньюкасл, Барса, ПСЖ, Челси не деген ғаламат ойындар енді. Қысқасы жеребе өте бір қызық болды және кімнің келесі кезеңге өту мүмкіндігі бар. Биыл финалда біз Эль Классико көре аламыз ба? Ендеше достар, бүгінгі шығарылымызды біз Чемпиондар лигасына арнаймыз. Жеребе келесі кезеңге кім өтеді? Біз бастайық. Ерспорт YouTube арнасы, кеттік. Бұл Ерспорт ерсін еріппен, бұл Ерспорт сіздермен бірге. Жігіттер, фондағы достарымыз PlayStation 5 ойнатып жатыр. Егер оны ұтып алам десеңіз, онда төменде бекітілген комментарийге өтіңіз де өз бағыңызды сынап көріңіз. PlayStation 5 сізге бұйырсын. Заряженный отсын ғой, өйткені таңертең түсіріп отырмын да. Кеше түнде футбол көріп мән болмады, сөйтіп таңертең жаңа баспен, жаңа оймен осы видеоны түсіріп жатырмыз. Енді Чемпиондар лигасының жеребесі өздеріңіз көрдіңіздер. Мен басында фонтимді айтқам, осы Реалға Сити түссе екен деп. Өйткені сол кезде шешіп алған жақсы, не бүк, не шік, не алшы, не тәйкі деген не ғой енді. Бар ма бар, жоқ па жоқ, кім жеңсе де мықты жеңу керек деп. Тура сол айтқанымыздай Реалға Сити түсті, Ситиге Реал түсті. Өте бір қызық ойындар болайын деп тұр. Енді бірінші мынау сеткінің орналасуына келетін болсақ, шынымен мынау сол жағында ПСЖ, Челси, Галатасарай, Ливерпуль, Реал, Сити, Атланта, Бавария түскен. Мына жағы Ньюкасл, Барса, Атлетико, Тоттенхэм, Будио, Спортинг, Ливеркузен, Арсенал. Шынымен сеткінің мына жағы мықты. Соңғы 10 жылда Чемпиондар лигасын 9 рет жеңген екен мына жақтағы командалар. Реал бар, Сити бар, ПСЖ бар. А мына жақтағы Барсалар соңғы 10 жылда еш қайсысы Чемпиондар лигасын жеңбеген. Міне өте қызық жағдай. Енді бұл жерде біз биыл бірінші рет Чемпиондар лигасының тарихында Эль Классико көруіміз әбден мүмкін. Бұл мына жақтан Реал шықса, мына жақтан Барселона шықса, кәдімгі енді ол кезде мен әлем қалай екіге бөлінетінін, қалай футбол көретінін және ол күні қаншама миллион адамдар футболға ғашық болып кететінін мен айтамаймын. Ол мүмкін ба, мүмкін емес па, ол да қазір белгісіз болып тұр. Одан бөлек, сол Барселонаның сеткісіне қарап отырсақ, ең бір тегеурінді қарсылас бұл Арсенал. Екеуі жартылай финалда жолықса, онда енді финалға қай командадан шығатыны ол қызық болады, енді ол өте күмәнді болады, түсініксіз болады, иә. Ал мына жақта тіпті 8-ден 1-ден бастап әрі қарай не болады, ширек финал не болады, ол жерде айту түсініксіз. Ендеше басынан бастайық, ПСЖ, Челси. Енді қазір ПСЖ командасы былтырғы чемпион болған команда болғандықтан, әрине биыл ішкі чемпионатта да жеңіліп жүр. Монакодан жеңілгені бар, өткенде Рен ба, содан да жеңілгені бар. Ал Челсиде ойын аса тұрақты емес. Бұл Челсидің да АПЛ-да проблемасы жетеді. Рассианери бапкер әлі бұл командамен жұмыс істеп жатыр. Ол бапкер кейінге дейін көп ақша трансферге жұмсалған. Тиісінше ондай аса керемет нәтиже жоқ. Әрине бұл жерде Челси АПЛ-дың үздік 5 командасының қатарында трансферлер жасағанмен бір топ бум дейтін трансфер болған жоқ. Әлі де сол Палмер, әлі де сол Кайседо ортада сүйреп жүрген ойыншылар, және жастар көп қосылуда. Енді Маресканың үлкен бір жобасы бар болды бұл командаға, бірақ оны бапкерлік шеттетіп тастады да басқа Страсбургтың бапкерін алып келді. Енді бұл бапкер команданы құрам дегенше оған да біраз уақыт керек. Жаңа бапкермен Челси бірден Чемпиондар лигасында ПСЖ-ны жеңіп кетеді дегенге кішкене ішім сенбейді. Оның үстіне ПСЖ былтырғы құрамды сақтап қалған, былтырғы үздіктердің барлығы қатарда. Олар қазір кішкене бір мотивацияда жоқ сияқты. Меніңше ішкі біріншілікте олар қанша дегенмен де чемпион болатындығына бір күмән да жоқ. На расслабоне ойнайды, эконом режимде ойнайды, жігіттерді шаршатпайды. Луис Энрике деген өте білікті маман команданы осы Чемпиондар лигасында дайындап жатқан сияқты. Осындай қиын ойындар болатын ол түсінікті, белгілі болды, осы ойындарға дайындап жатқан сияқты. Сондықтан да Чемпиондар лигасына келгенде ПСЖ шынымен де басқаша ойнай алатын ұжым. Бұл командада Дезире Дуэ, Кварацхелия, Дембелесі бар, Витинья бар, Маркиньос, ешкімнің жоққа шығара алмаймыз. Олар әккі ойыншылар, бұл Чемпиондар лигасында біраз тәжірибе жинап алды. Сондықтан да тәжірибе тұрғысынан алып қарасақ, бұл әрине Челсидан ПСЖ қазір мықты. Сондықтан да менің пікірімше
бұл кездесуде ПСЖ командасы келесі кезеңге жолдама алады. Мысалы, барлығы бірінші ойынға байланысты, бірақ бір жағынан Челси неге өте алмайды деген сұрақ. Челси бестікте орын сақтап қалу керек АПЛ-да келесі жылы Чемпиондар лигасында ойнау үшін. Сондықтан да, мысалы, бірінші наурыз күні бұл команда Арсеналмен ойнайды. Лондон дерби. Одан кейін қонаққа Астон Виллаға барады. Ол ойын енді сұрапыл матч болады, сөзсіз. Одан кейін Англия кубогында Рексхемге қарсы ойнайды. Рексхемнің де ойыны жаман емес, әжептәуір бір тістесетін команда. Одан кейін мына ПСЖ-ға қонаққа барады. Осы жерде Челси ПСЖ-дан үлкен гол айырмашылығымен ұтылып қалуы әбден мүмкін. Команда шаршап келеді. ПСЖ-дан кейін өз алаңында Ньюкаслды қабылдайды. Сосын қайтып ПСЖ-ны өз алаңында қабылдайды. Міне қандай күнтізбе Челсиде. Өте қиын күнтізбе. Сондықтан да бұны мен қалай енді бұл қиындықты қалай бастан өткеретін, қалай сәтті аяқтайтынын мен түсіне алмаймын. Сол үшін де Челси ПСЖ-ға келген кезде ақсап, шала жансар болып келетін сияқты. Сол үшін өз алаңында ПСЖ сенімді ұтса, сырт алаңда кем дегенде тең ойнап кетуге шамасы жетеді. Сөйтіп олар ПСЖ мына жақта шықты деңіз, жайлап финалға барамыз қазір. Галатасарай командасы Ливерпульмен ойнайды екен. Міне бұл да бір ерекше кездесулердің бірі. Өйткені Галатасарай енді өз алаңында біз көрдік Ювентусты қалай жеңгенін, бірақ сырт алаңдан шіріп қалғаны, сәл әлсіз ойнап қалғаны бар. Шіріп қалған деген менің тілдімде негізі вообще жоқ еді мүлдем. Осы қалаға келгеннен кейін шіру дегенді біраз адамдардан естіп үйреніп алдым да, әнде жатталып қалыпты. Негізі вообще бұл сөзді қолдамайтын. Жарайды енді. Галатасарай Ливерпуль. Енді бұл кездесуде де негізі Ливерпульді нақты бір фаворит ретінде қарау өте қиындау болып тұр мен үшін. Неге десеңіз, Ливерпуль командасы қазір Арне Слоттың бір методикасын дейміз ба, Арне Слоттың бір тактикасын өзге командалар жаттап алған сияқты ма, әлде оқып қойған сияқты ма, тігісін біліп қойған сияқты ма, маған сол әсер қалдырады. Мысалы, Ливерпуль енді соңғы ойындарда Брайтонды жеңген, Ноттингемді минималды есеппен жеңді, Сандерлендті де минималды есеппен жеңді. Сырт алаңда ойындары жүрмей жүр. Галатасарай оның үстіне өз алаңында жалпы кезеңде Ливерпульді жеңген 1-0. Сондықтан да біраз мәселе туындатады деп ойлаймын. Мысалы, Галатасарайдың соңғы өз алаңында 3 рет қабылдапты Ливерпульді. Екеуі Чемпиондар лигасында, мысалы 2006 жылы 3-2 жеңген, 2011-де жолдастық кездесуде 3-0 жеңген, және өткенде 2025 соңында 1-0 есебімен жеңді. Сондықтан да өз алаңында Галатасарай кездесу тарихын қарасақ, Ливерпульға қарсы сенімді ойнай алады. Енді нақты мына жерде мен келесі кезеңге осы шығады деп айта алмаймын. ПСЖ-ға сенгендей, бұл жерде енді Галатасарай біраз Ливерпульдің маңдайын терлетеді деп ойлаймын. Бір-екі рет сұғып алатын шығар. Сондықтан да осы жерде бір кішігірім емес, негіз нормальный сенсация болуы мүмкін. Егер Галатасарай шығып кетсе, онда ПСЖ жартылай финалист деп айта беруге болады. Егер Ливерпуль шықса, онда енді кішкене біраз қиындау. Менің ойымша, мен Галатасарайдың шыққан қалайтын едім келесі кезеңге, және солай болатында сияқты. Сөйтіп Арне Слот Ливерпульдан кете салатын шығар енді, мына жерде провал болса. Әрі қарай Реал Мадрид командасы Манчестер Ситиді қабылдайды. Міне жыл сайын ойнайтын командалар биыл тағы да жолдары түйісті. Өте жақсы кездесу болады. Жыл сайынғы ойын есімізде, бірақ осы Реал Ситиден Родригоның 90 минутта соққан 2 голы бәрінің есінде бірден түседі деп ойлаймын. Мысалы 2019-2020 жылы маусымнан бастап Реал мен Сити бір-біріне қарсы 13 кездесу өткізген. Бұл 13 кездесу өткізген. Тіпті сол маусымнан бастап қарасақ, Вулверхэмптонмен бұлай көп жолықпаған. Манчестер Сити екеуі де бір чемпионат ойнайды. Вулверхэмптон ол уақытта чемпионшипке түспеген. Сөйтіп жүріп екеуі Реал мен Сити көп ойнаған ғой. Сити мен Вулверхэмптон арасында ойнаған. Сол сияқты Реалдың Жиронамен ойынын санасаңыз, мына матчқа екеуінің арасында жетпейді. Біреу Англия, Испаниядағы командалар, ішкі чемпионаттағы командалардан аз ойнап жүр. Сонан Рюдигер мен Тибо Куртуа айтады, біз Челсиде жүргенде бұлай Ситиге қарсы көп ойнамағанбыз деп. Міне, көрдіңіздер ме? Осындай екі командадан қайта жолдарын түйістіре береді. Реалдың Ситиге қарсы статистикасы 5 жеңіс, 5 тең ойын, 5 жеңіліс, 29 гол соққан, 29 гол өткізген. 5-5-5, 29-29. Қандай тамаша жюрилердің қоятын есеп екен. 5-5-5, 5 жеңіс, 5 тең ойын, 5 жеңіліс. Қандай керемет статистика. Міне, енді осы екі команда биыл тағы да жеңімпазды анықтайды. Енді кім өтеді?
Бұл жерде енді мен Реалға қарай басымдық беремін. Өйткені Реал қорғанысты қазір сәл реттеп алса, ол матчқа дейін, онда бәрі жақсы болып кетеді негізі. Асенсио бағымызға орай деп айту қиын шығар енді. Бағына орай Реал фанаттарының ол қатардан шығып қалды. Мойын бұлшық ет созылған дейді, зақымданған. Содан кейін ол пропускать етеді. Мысалы, Хетафемен ойнамай, ертең ол ойнамайды. Менің ойымша Сити Реалдан өте алмайды. Оны уақыт келгенде көреміз. Оның үстіне бірінші матчқа қателеспесем Реал өз алаңында өткізеді. Сондықтан да бұл екі командаға бірақ Бернабеуде, мына жақта Этихадта өздерінің алаңы боқпаған. Сондықтан да ол аса бір рөл ойнай қоймайды. Реал бұл жерде келесі кезеңге меніңше шығады Ситиден. Аталанта мен Бавария арасындағы матч екеуі қарсылас атанды. Бұл жерде анық фаворит біреу ғана, ол Бавария. Ол Бавария Африкада да Бавария. Сондықтан да Бавария бұл жерде ешқандай талқылаусыз келесі кезеңге Аталантадан өтеді. Бірінші матч сырт алаңда болса да Баварияға қазір қарсылас жоқ. Бундеслигада да, Чемпиондар лигасында да. Өйткені Харри Кейн, Луис Диас сияқты ойыншыларды, Карл дейтін ойыншыны, Олисе, бұларды қазір тоқтату өте қиын. Баварияның Чемпиондар лигасындағы ойын сағынып қалдық. Бұлар демалды, плей-оффтың 16-тан бір финал болған кезде. Сондықтан да бұл арыстандар қайта оралады. Келесі кезеңге Бавария шығады. Жаңағындай 5-5 деген бағаны өздеріңіз көтеріңіздер. Себеттің сол жағын осылай талдап өттім мен. Сіздің пікіріңіз маңызды, комментарийге жазыңыз. Кейде мен де сәл оттай беретінім бар, бірақ көбінесе ол анда-санда ғана енді ол. Сондықтан да мен сондай зәттерді байқап болсаңыз, комментарийге өз ойыңызды жазыңыз. Енді осы жерде мысалға Реал өтті деңіз, мынаяқтан әрі қарай Бавария өтті десеңіз, мен келесі кезеңге Баварияны өткіземін. Өйткені Бавария Реалдан қазір әлдеқайда мықтырақ, жүйелі ойыны бар, жүйелі құрамы бар, тұрақты құрамы бар, нәтижесі бар. Бундеслигада ешкім бүйтіп артынан тіреп шығып тұрған жоқ. Барса мен Реал екеуі бір-бірін шығып тұрғандай, бұлар өздері емін-еркін арқаны кеңге салып, жел шығарып қалаған уақытында өз үйінде, өз қожайын, өз төрде. Сондықтан да бұл командада ешқандай қысым жоқ. Реал Мадридті жай ғана жанынан сәлеметсіз бе деп өтіп кететін сияқты. Менің пікірім осындай. Бавария тіпті финалға барып, биылғы маусымның мен үшін басты фавориттерінің бірі деп есептеймін. Жартылай финалда Бавария ПСЖ ойынын көргім келеді менің. Көргім келеді дегенде көретін шығармыз деп ойлаймын. Көргім келеді деп ойбай, оларға фанат емеспін. Бавария ПСЖ ойынын көремін деп ойлаймын, және Бавария әрі қарай финалға шығуы әбден мүмкін. Енді қызығы кестенің сол жағы. Кеттік. Ньюкасл Барселона. Ал енді Ньюкасл Барселона. Бұл Ньюкасл деген өзі жолы болмады негізі Барселонаға түсіп, керісінше Барсаның да жолы болмады деп айтамын мен. Өйткені бұлар ПСЖ-дан құтылып кетті ғой енді. Бірақ ПСЖ-дан құтылғанымен Ньюкасл деген бұл оңай қарсылас емес, жігіттер. Бұл Барселонаға лайықты төтеп беретін команда. Оның үстіне Барселонаға қарсы бұлар жынданып ойнайтын команда. Допинг ішіп ойнайтын команда ғой. 2x-пен сөйлейді ғой WhatsApp-та көкелер. Сондай ойнайтын команда болып келеді. Жылдам. 4 наурызда МЮ-мен ойнайды, 7 наурызда Сити-мен ойнайды, 10 наурызда Барсамен ойнайды, 14 наурызда Челсимен ойнайды, 17 наурызда қайтадан Барсаға қонаққа барады. 5 матч міне сұрапыл ойын. Ньюкасл кәдімгі әуешпей ойнайтын ойын мынау. Әуешпей кәдімгі тек ужиншіп ойнайтын ойын. Жатпай тұрмай дайындалу керек мына матчтарға. Енді АПЛ-ды бұл сарп ете қою екі талай. Бірақ Барселона қарсы бұлар енді шынымен кәдімгі далаға шықсам да қоямайым деп. Қоя алмаймын. Далаға барсам да қоя алмаймын. Қатының маған қарсы келмейсің, саған көрсеңші. 1200-дің ой-ой, 1200-дің футболкасы еді таушы. 1300 теңгенің футболкасын жыртып жіберетін де ойнайды ол. 1300 теңге мет. Сондай ойнайды. Сондықтан да бұл өте қиын матч болады. Ньюкасл үшін де, Барселона үшін де. Барселонаның мысалы күнтізбесін қарасақ, бұлар Вильяреалмен ойнайды, 3 күннен кейін Атлетикомен, 5 күннен кейін Атлетикпен, 2 күннен кейін одан кейін Ньюкаслмен, одан кейін 5 күннен кейін Севильямен, және 2 күннен кейін Ньюкаслмен ойнайды. Осындай ойындар күтіп тұр. Вильяреал, Атлетико, Ньюкасл, Севилья, тағы да Ньюкасл. Барселонаның өзі құрамы кішкене көмектесіңдерші деп тұр негізі. Асықпаңдаршы деп тұр ғой негізі. Сәл есіміз жиып алайықшы деп тұр, бірақ ондай емес, уақыт жоқ.
жартылай қорғаныста жарақат бар, шабуылда жарақат бар, білмеймін. Ламин Ямалың кәдімгі тоқтамай ойнау керек болып тұр мына жерде. Бүкіл әулетін шақырып қолдау керек болып тұр мына матчтарда Ямалға. Ал Рафиняға андай егіліп алу керек сияқты фотолар ғой. Рафиня бүйтіп кетіп қалғандайлар ісіріп тастаған. Сондай болып ойнау керек мына ойын, сондай күш керек бұл ойында. Білмеймін енді Барселона мына 6 матчтың бәрін 10-сы чемпиондыққа таласып жатыр Реалмен. 10-сы мына жерде плей-офф. Саған мен барып көмектесейін ба деген ой келеді кейде. Өзімнің прайм кезімде еске алып, бірақ енді мен де көмектесе алмайтын сияқты мына жерде. Ой, сондай қиын ойын болайын деп тұр. Жарайды, бұл жерде келесі кезеңге енді қалай дегенде тәжірибесіне сүйеніп Барса өтетін шығар. Енді мынандай қиын ойындар болса да, чемпиондықты ан жақта беріп қойып жатса да, Барселона келесі кезеңге өту керек. Егер өте алмай қалса, онда білмеймін енді. Өте алмай қалуы да мүмкін. Ньюкасл сондай бір қасынан деп бір 240-пен өтіп кететіндей команда емес. Сондықтан да өте талас болады. Бірақ сол сәл пайыздық көрсеткіш Барсаға берем. Атлетико мен Тоттенхэм арасындағы матч бар. Бұл да оңай ойын емес. Егер Атлетико мен Барса шықса, бұл екі команда соңғы бір аптаның ішінде 3 рет ойнайды екен. 5 күні Атлетико қабылдайды, 7-8 күні Атлетико қабылдайды, 14-15 Барса қабылдайды. Егер Чемпиондар лигасында кездессе, 2 ойын бар, сосын Ла Лигадағы ойындар бар. Сонда 10 күннің ішінде 3 матч бір-біріне қарсы өткізеді. Бір-бірінен кәдімгідей бірдеңесі шығып кететін сияқты екі команданың. Егер өткен жағдайда. Енді бірақ менің ойымша Атлетико Тоттенхэмнен өтеді. Атлетико Тоттенхэм Ньюкасл сияқты Атлетикоға қиын болмайды. Атлетико қазір бұл дәл осы кезеңде ойнай алатындай шамада тұр, жағдайда тұр. Сондықтан да Тоттенхэмге 2 шапалағын беретін сияқты. Атлетико жап-жақсы ойнайды. Жартылай финалда мен ширек финалда Атлетиконы көргім келеді. Бодеглимт Спортинг. Енді мен Бодеглимт туралы артық ештеңе айтпаймын, өзі ұят болып кетті. Бұл кісілерден де қайта-қайта жеңіледі, ұтылады, анау, мынау, нашар, норвегиялықтар бірінші шығып жатыр деп айтып өзі ұят болып кетті. Өткенде Интер бірінші тайм школ соғады деп кәдімгі туысқандарға бетіне қарай алмай қалдым. Сондықтан да бұл жерде мен Бодеглимт туралы артық ештеңе айтпаймын. Бұл команданың сенсациясы жалғаса бергенін қалаймын. Енді Ситиді, Атлетиконы, Интерді ұтқан команда Спортингті шамасы жетеді деген сөз. Бұл жерде енді тіпті 50-50 емес, кішкене 60% Бодеглимтқа берген дұрыс сияқты. Өзі адам түсініксіз футбол. Мен неше жылдан бері футбол көріп келе жатырмын. Бірақ Бодеглимт сияқты команданың ойынын мен бір түсіне алмадым. Әйтеуір бұларға прессинг жасауға қорқа ма қарсыластары, или бұлар кішкене бір сондай старттан жақсалып кете ма, түсіне алмадым мен. Бұл командаға тек қана бүйтіп 3 рет қол шапалақтаймын, красавчиктер, әрі қарай осылай сап-сары болып өз жолдарыңмен жүре беріңдер деп өзімнің жас болсам да тілегімді айтамын. Байер Арсенал деген ойын бар. Енді бұл жерде Байер деген команда бар деп қана айта салайық, бірақ Арсенал осы жерден тоқтап қалады дегенге мен сенбеймін. Оған сіз де сенбейсіз. Сенсеңіз жарайды, енді жазыңыз. Сенбеймін, анау деп дәлелмен жазыңыз. Ал мына жерде енді однозначно Арсенал өтеді. Однозначно дегеннің қазақшасы однозначно. Арсенал жартылай финалға дейін барады, менің ойымша. Жартылай финалда енді білмеймін. Барселонамен кездесетін шығар енді, басқа кім бұл жақта. Егер Ньюкаслдан өтіп атса, ойбай, Атлетиконың өзі қинап жүреді. О жақ туралы мен артық кішкене айтпай қойшы. Арсенал жартылай финалға барады. Өтті жеңіл сетке түсті. Негіз Барсаға да сәл жеңілдеу. Мына жақта Ливерпульмен, Реалмен салыстырғанда, PSG-мен салыстырғанда жеңілдеу Барсаның. Сонда Барса Арсенал деп есептейік шал. Сөйтіп финалға Арсенал өтеді ғой енді. Ал финалда Арсенал мына жақта Бавариямен ойнаса, Бавария онда желкісіне бейт труп тықып қойып қан ішпесе болды енді. Өте қиын қарсыластар. Сондықтан да бұл жерде Арсенал Байерден өтеді. Жартылай ширек финалға менің ойымша Арсенал шығады. Сонда қызық ойындар болады. Енді мына жерде финалға дейін Бавария мен Арсеналды әкеп тастадым мен. Мүмкін солай болатын шығар, мүмкін болмайды. Оны алдағы уақытта көре жатармыз. Реалға байланысты бір нәрсе айтуды ұмытып кетіппін. Реалдың Ситиге қарсы ойында мысалы Винисиус, Каррерас, Чуамени, Беллингем, Хейсон 5 ойыншы, егер Беллингем шықса 5 ойыншы сарығазға ілініп тұр. Егер осылар тағы да бір сарығаз алатын болса, 5-еуі, әсіресе Винисиус, онда қарымда матчқа қатыспайды. Сырт алаңда болатын матчқа қатыспайды. Көрдіңіз ба? Міне осындай Реалда проблема болып тұр, жайы бар. Мүмкін солай
деп сөздерің бір-бірімен вообще байланыспай қалса. Будеглимп туралы қысқа ақпарат айта кетейін. Будеглимп командасы 8-ден 1 финалға шыққан үшін 53 миллион еуро ақша тапқан екен. Ал бұл команда жалпы өздері пайда болғалы бері трансферге 41 миллион еуро ғана жұмсаған. Сонда 12 миллион еуро өз тарихынан құрылғаннан бері артық ақша тауып тұр. Плюске шықты деген осы. Плюске шықты деген осы. Ал сіз әлі минустасыз. Сондықтан да ол нәрсені тастаңыз. Өмірі плюсқа шықпайсыз. Қысқасы Чемпиондар Лигасының жеребесіне бұл баланың пікірі осындай. Биыл чемпион кім десеңіздер, менің ойымша чемпион Бавария. Финал Бавария, Арсенал. Қысқа да нұсқа, мен өзімнің жаңағыдай шатасып қалғандар болса айтайын. ПСЖ Челси, ПСЖ Ливерпуль, Галатасарай, Реал Сити, Реал, Аталанта, Бавария. Ньюкасл, Барса, Атлетико, Тоттенхэм, Атлетико, Будеглимп, Спортинг, Будеглимп, Байер, Арсенал. Сөйтіп әрі қарай Арсенал жартылай финал, Барселона жартылай финал, сосын финал Арсенал, мына жақта Бавария жартылай финал, мына жақта ПСЖ жартылай финал. Сөйтіп финал Бавария, Арсенал. Болды, әрі қарай ойнамақ ойындар, сол финалды ойнасаңдар десең. Сондай болса. Қатты енді білгішініп атқан жоқпын. Бұл менің ойым. Сізді өз ойыңызды жазуға құқылысыз. Егер ойыңызды YouTube-қа жазыңыз десе, YouTube-қа видео түсіріңіз. Егер түсіргіңізге ерінсеңіз, онда комментарий жазасаңыз. Қолмен жақсы жұмыс істесеңіздер, комментарийге жақсы жазыңыздар. Жақсы пікір қалдырыңыздар. 30 мыңға санаулы ғана қалды. 3 ай болды. Қақсап атқаныма 30 деп. 30 мыңға жетсе маған ешкім ештеңе бермейді, ақша бермейді. Андай біреудің ақша тапқанын көремайтындай болады бір. Ондай емес, ешкім ақша бермейді. Просто 30 деген әдемі. Мен өзім 30-дан астым, сол сияқты YouTube-ымда 30-дан асып, бірге екеуміз қатар дамиық деген әңгіме ғой. Сондықтан да қолдаңыздар, дос болайық, комментарий жазыңыздар. Менің Telegram каналым бар, Ерспорт сілтемесін қалдырам. Тіркеліңіздер, мынандай домалақ видеолар сап, біраз өзім кішкене өзім кішігірім бауыржан шоу жасап тұрам. Өзім футболды былай енді қызықты етіп тұрам. Сондықтан мен Телеграмға жазылыңыздар, YouTubeқа жазылыңыздар, тағы не де бар. Мен Инстаграмда да бар, менде TikTokта бар. Қысқасы біраз нәрсе бар екен ғой менде. Жазылыңыздар, дос болайық, Инстаграмға жазылыңыздар. Біраз жігіттермен танысып дос болдым. Осы YouTubeта өйстіп айтқаннан кейін примерно бір 40 адаммен ба сөйлесіп таныс болдым негізі ше. Сөйтіп маған жазыңыздар, дос болайық. Мен сондай қарапайым жанмын. Сөйлесем, ауылдан шыққанмын, қой баққанмын деген сияқты. Малға байланысты да жаза беріңіздер. Машинеге байланысты қатты емеспін. Футболға байланысты да нормально. Волейбол көрем, теннис көрем. Тенниске байланысты жазыңыздар. Өмір жайлы жазыңыздар, тұрмыс жайлы жазыңыздар. Сәл-пәл коуч болып бара жатқан сияқтымын. Рахмет үлкен. Уақыт берсе негізі айта берем біраз нәрсені. Ең бастысы Чемпиондар Лигасының жеребесін түсіндіріп өттім деп ойлаймын. Кеше айтпақшы Қазақстан кубогының жеребесін жүргіздім мен. Кәдімгідей студияда Нұрсұлтан Құрман, Нұржан Бейсенов жүргіздік. Күшті екен жеребе жүргізген. Кәдімгідей интрига ана жерде. Қай командамен қай командадан кездесетінін өзің бір шешетін адам сияқты болып тұрасың. Сөйтіп ХПЛ-дің клубтарын кубоктың жеребесін тастадық. Үлкен рахмет. Тойда тос бергеннен сақтасын. Тос сөйлеуге мен әуес емеспін, көп сөйлеп қоятын сияқтымын шал болғанда. Аман сау болыңыздар. Ерспорт YouTube арнасынан тіркеліңіздер. Бұл Ерспорт ерсің ерікпен.